Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз Корея ұлтының ұлттық тағамы кимпапты дайындаймыз. Бұл тағамның өнімдері қолжетімді және өте пайдалы. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, басқа да рецептерді жібермей көріңіз. Ең алдымен 2 кесе күрішті жақсылап 3 рет жуамыз. Ол жабысқақ болып пісу керек. Мен баракат сортын алдым. 4 кесе су құямыз да 1 ас қасық тұз саламыз. 15-20 минутта дайын болады. Дайын күріш, жолақтарға кесілген піскен ет, сәбіз, қияр, шұжық, краб таяқшалары. Омлет дайындаймыз, оған бізге 3 жұмыртқа керек. Нори жапырақтары 6 дана. Пекин орам жапырағы. Кунжут майы, пышақты сулайтын жай су. Тағам өнімдерін бірдей ұзын жолақтарға кесеміз. Табаға өсімдік майын құйып, оны қыздырамыз. Жолақтарға кесілген сәбізді салып, сәл ғана қуырамыз. Ол қатты болмау керек және кішкене ғана қытырлап тұру керек. Тағы да кішкене өсімдік майын құямыз да шұжықтарды қызартып қуырамыз. Үш дана жұмыртқаны жарып, дәміне қарай тұз салып, жақсылап шайқаймыз. Өсімдік майы құйылған табаға жұмыртқамызды құйып, омлет дайындаймыз. Оны алып бірдей жолақтарға кесеміз. Орам жапырақтың жұмсақ шетін кесіп аламыз. Дайын күрішімізге 1 ас қасық күнжут майын құйып араластырамыз. Барлық өнімдер дайын, енді кимпапты даярлаймыз. Нори жапырағына күрішті 1 келкілетіп қалың ғып жаямыз. Шетінен 5 см қалдырамыз. Дайын өнімдерді күріштің үстінен кезек-кезек саламыз. Нори жапырағын орама етіп бүктеңіз. Шетіне күріш немесе кішкене сумен сулаңыз. Сонда ол жабысады. Ролды сәл дөңгелетіп аламыз. Ішіндегі ингредиенттер бір қалыпты болу үшін. Енді қалған өнімдерін бәрін тура осылай жинаймыз. Дайын ролдарға күнжут майын жағамыз. Әдемілігі үшін күнжут себеміз. Өткір пышақты алып, оны шетінен сулап, ролды 8 бөлікке бөлеміз. Соя соусымен, васабимен және қышамен дәміне қарай үйлестіріп дастарханға беруге болады. Міне, кимпап дайын болды. Қараңызшы, түсі қандай әдемі, иісі сондай балғын, дәмі керемет болып шықты. Қолжетімді және өте пайдалы өнімдерден дайындалған. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, қоңыраушаны басып, тағы да басқа жаңа роликтерді жібермей көріңіз. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сау болыңыз.